Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ерекше ханымның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. Ең алдымен таза ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды, тұзымызды сабаламыз, кішкене ғана сұйық майымызды құямыз, үстінен суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып, тұзы еріген соң үстінен ұнымызды саламыз. Ұнды бірденнен салып жібермеңіздер. Орташа тығыздықта қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңызда дәл осындай тығыздықта қамыр болады. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. 3 пиязымызды майдалап турап аламыз 4 бұрышты етіп. 400 грамм шегілген етімізді саламыз. Сонымен қатар көк пиязымызды саламыз. Кинза саламыз, укроп саламыз. Майдалап турап. Тұзымызды саламыз. Және дәмдеуіштерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп, бөлісуді ұмытпаңыз. Менің каналыма кіріп көріңіз. Менің каналымда неше түрлі дәмді рецептер бар, ыстық тағамдардың неше түрі бар. Сонымен қатар қатпарлы нандардың, пирогтардың, торттардың, салаттардың рецептері бар. Каналыма өтіп кіріп көріңіз, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп алып, домалақтап осылай қойып қоямыз. Бір 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минут тұрды. Қамырымыздың бір бөлігін алып қалып, 3 бөлігін қойып қоямыз. Жұп-жұқа етіп қамырды жаямыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді үстінен ертілген сары майымызды жағамыз. Бір тегіс етіп жағып алдық сары майымызды. Енді салмамызды 4 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін саламыз. Жақсылап жаямыз. Жайып алдық. Енді осы домалақ қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Бір ұшын алып, мен көрсеткендей етіп, осылай орайсыздар, айналдырып. Осылай оқтаудан шығарып аламыз оқтауымызды. Қамырдың ортасынан. Өте оңай әрі жылдам дайын болады. Дәмді. Барлық қамырымызды дәл осылай дайындап аламыз.
Енді мантаваркамыздың ыдысын алып, майлаймыз астын. Жаңағы дайындаған ханымымызды саламыз. Бетінде сұйық маймен майлаймыз. Суымызды отқа қойып, қайнаған соң жаңағы ханымымызды қоямыз. Бетін жауып 40-45 минутта пісіріп аламыз. Ханымның бетіне подлив жасасаңыздар болады, немесе бетіне сары май құйып жағып жесеңіздер болады. Болмаса қаймақ қосып жесеңіздер, майонез өз қалауларыңызша жалпы. Өте жұқа, дәмді, міндетті түрде жасап көріңіз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Жасап көріңіз, ас болсын.